Сәлем достар, үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат жаңа форматтағы ата-аналар жиналысының өту барысымен таныстыру. Сөзі шебер, ойы терең ата-аналар жиналысына қош келдіңіздер деген алғашқы слайд арқылы жиналыс басталады. Бұл жиналыстың ерекшелігі, бұған ата-аналармен қоса оқушылар да қатысты. Шақыруы да ерекше болды. Дәл осының алдындағы видеода мен оны салған болатынмын. Жоғарыдағы сілтемені басып, ол видеоны да сіздер көре аласыздар. Сонымен әрі қарай жиналыс қалай жалғасты. Бірінші айналым суреттегі әлем, бұл менің авторлық дикситтерім. Екі топқа бөлінді, яғни оқушылар тобы және ата-аналар тобы. Алдарына дикситтер таратылды. Талап әр топқа 10 суреттен берілді. Дайындыққа 2 минут. Қанша көп мақал айтса, соншалықты тиімді болады. Сонда қараңыздар, дәл осындай суреттер берілді. Бірінші суретке қарап, мысалы, оқушылар мамандығым мақтанышым, немесе өнерлі өрге жүзер, немесе мал жұтайды, өнер жұтамайды деген сияқты осы суретке байланысты қандай мақалдар ойға түсті, соны айтты. Екінші суретке қараңыздаршы, заманың түлкі болса, тазы боп шал. Немесе айдағаны бес ешкі, ысқырығы жер жарады. Болмаса қыз қылығымен сүйкімді, оқу білім бұлағы деген сияқты. Сол кезде оқушылар мен ата-аналар арасында кішігірім жарыс ұйымдастырып, нәтижесінде оқушылардың бәрібірде ата-аналарға қарағанда озық ойлы екені, яғни оларды мақалды көбірек білетіндігі көрсетілді. Аңғарылды. Неліктен? Өйткені ол сабақ барысындағы дағдының қалыптасқанының көрсеткіші. Үнемі қазақ тілі мен әдебиеті сабағында мақалды пайдалантып, балаларға жаттатып және мағынасын түсіндіріп отырса және оған қосымша дәптерлері болатын болса, функционалды сауаттылық ескеріліп, оны өмірде пайдаланса, балалар міндетті түрде кез келген тығырықтан шыға алады және оны осы жиналысында көрсете алды. Әрі қарай кеттік. Екінші айналым қандай мақал деген болды. Яғни жасанды интеллект арқылы жасалынған суреттер бойынша, мінекей, балалар еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті деп жауап берсе, ата-аналарға мына мәтел түсті. Қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса. Мінекей, мына сурет, еңбек етсең ерінбей тояда қарның тіленбей. Мына сурет, бес саусақ бірдей емес. Мына сурет, туған елдің түтіні де ыстық. Мынау жылы сөйлесең жыланыңнен шығады. Және сұрақ көп, мақсат дөп деген сияқты. Үшінші айналым ол 1 минутта. Балалар менің арманым немесе мен және отбасым деген тақырыпта 1 минут сөйледі. Тақырыптың ашылуына 1 балл, сөйлемдерді дұрыс қолдану 1 балл, тұрысы, дауысы, сөзді ұмытпау 1 проблемалық сұрақ, 1 мақал, ойды аяқтаулары өз өмірлерімен байланысы және аудиторияны тыңдата білу бойынша 10 ұпай жинақтау керек. Яғни бұл менің оқушыларымның БЖБ, ТЖБ-ны айтылым бойынша тапсыратын шаблондары. Сіздерге бір идея болсын деп көрсетіп отырмын, және ата-аналардың алдында мен қалай оқушылармен жұмыс істеймін, соның бір көрсеткішін ұсына алдым. Яғни менің оқушыларым сабақ барысында 1 минутта әдісі арқылы сабақты қорытындылайды, БЖБ тапсырады, ТЖБ тапсырады. Қалыптастырушы бағалау ретінде де осы әдісті пайдаланам, тек тақырып өзгеріп отырады. Балалар өз ойларын ортаға сала білді. Ал одан кейін жиналыс ПОПС формуласы арқылы түйінделді. Оқушылар менің ойымша бүгінгі жиналыс деп өз ойларын айтып, себебімен жалғастырып, мысалымен дәлелдеп, сондықтан мен түйіндеді. Тура осы формула негізінде ата-аналар да өз ойларын ортаға салды. Енді жиналыстың сонымен бірінші бөлігі аяқталып, оқушылар қайтты. Ал ата-аналарға мұғалімнің сабақтағы, яғни балалардың сабақтағы тәртібі, оқу үлгерімі жайында әртүрлі мәселелер бойынша өз ойын айтты. Сонымен қатар қандай пән мұғалімі, қандай қиындықтар бар екенін айтып, қандай пән мұғалімінің сабағына қатысқаны жайында атап өттім. Содан кейін алдын ала жазылған видеолар арқылы ата-аналарға мұғалімдер балаларының тәртібі үлгерімі жайында атап өтті. Мінекей, алдын ала видео тыңдатылды. Здравствуйте, уважаемые родители. Деген сияқты. Сонымен жиналыс жаңа форматта өтіп, оқушылар да риза болып, ата-аналар да көңілдері толып, балаларының сөзін тыңдап, және қазіргі кездегі оқытудың жаңа форматын аңғарып кетті.
Егер де сіздерге осы жиналыстың өту барысының презентациясы қажет болатын болса, хабарласыңыздар.